Ұнамсыз сөзге мұңайма. Біз көбіне біреудің жамандағанына немесе жай ғана айтқан сынына қапа болып сары уайымға батамыз. Ол соған тати ма? Егер сын пікір бір нәрсеге негізделсе және ол дұрыс болса, онда оның астарында біздің түзелуімізді қалау бар. Сондықтан біз оған разы болуымыз керек. Ал енді егер бізді жаратқанға мойынсұнып, одан қорқып, тақуалыққа ұмтылып, жақсылық жасауға әрекеттеніп, жақсы істерді шын ықыласпен орындап жүргенімізге қарамай жамандайтын болса, онда бұл бәлкім жамандардың көре алмаушылығы, ол бізге ешқандай зиянын тигізе алмайды. Көбінесе бізді көре алмағандықтан жамандайды. Яғни біз одан қайсы бір жағымызбен асып кетсек, оның оған шыдауы өте қиын. Жаратқанның бізге жарылқап берген жақсы нәрсесі үшін бәлкім ол бізді жамандайды. Мұндай көре алмас қызғаншақтардың ойынша, бізде сондай жақсылықтарға ие болуымыздың өзі күнә және үлкен қылмыс. Мұндай көре алмастықтан туған жаман сөздер бізге шыбын шаққан құрлы әсер етпеу керек. Сөйлеп жатқан кісіге де, естіп жатқан кісіге де пайда келмейтін бұндай сөздерге құлақ салма, жауап қайтарма. Оған тіпті наразы болмады. Мұндай ақылсыздардан жүзіңді бұрып әкет. Оларға сенің өміріңді уландыруына және бақытыңды бұзуына мүмкіншілік берме. Олардың сөздеріне жауап берем деп, өзіңді пәс қылып, олардың деңгейіне түспе. Жаман, өсек аяң сөздерден жоғары бол. Егер сені жақсы, тақуа және мақтауға лайықты кісілерді жамандауды әдетке айналдырғандар жамандаған болса, онда бұл қайғыратын нәрсе емес, бұл қуанатын нәрсе. Болар-болмас нәрселерге мұңаюымыз біздің күш-қуатымызды алады. Дүниеге қара көз әйнекпен қарап, жарықты және ондағы жақсы нәрселерді байқамай, өзімізді бақытсыз сезінуге мәжбүрлейді. Болар-болмас нәрселер үшін, мәселен, ауа райының бұзылуы, жоғалған ақша, сырқаттану, киімге жұққан дақ, сынған табақ және басқалар үшін қайғырып, көңіл күйін бұзуға татымайтын нәрселер үшін қайғыға бата беретін кісілер бар. Әрдайым қайғырып, кішкентай қиыншылықтарды ауырлатып үйреніп қалған кісі әрдайым жүнжіп, пұшайман болып жүруімен өзінің өмірін ғана қор қылып қоймай, қоршаған дүниенің сұлулығын көруге де өзіне өзі тосқауыл болады. Жан тыныштығы жоқ кісі оның бар екенін, жаратқанның шексіз күш-қуатын көрсетіп тұрған әлемдегі көптеген кереметтерді байқамайды. Болмашы ойлар кісіні ұлы және мағыналы нәрселер туралы ойланудан мақұрым қалдырады. Құран оқып жатқанда, намаз оқып сыйыну сәтінде, тағы басқа ғибадат сәттерінде ойларын жинақтауға кедергі болады. Жаратылысқа ой жүгіртіп, ақыл-ойды мағыналы нәрсеге бұру кісінің жан дүниесі мен иманы үшін өте маңызды. Бір күні өліп қалуы мүмкін деген ой тыныштық бермейтін кісілер де бар. Бірақ біз білгендей, әрбір жан өлімнің дәмін татады. Өлім сөзсіз болатын нәрсе және біз одан еш жаққа қашып құтыла алмаймыз. Ал енді бір күні өліп қалам деп қорқып, өмір бойы жылап, қайғырған кісі үшін өмірдің қандай мәні қалды? Егер сен болар-болмас нәрселер үшін сары уайымға салына беретін болсаң, онда өзіңе жаратушы тарапынан жазылған тағдыр сөзсіз іске асатынын еске түсір. Егер бір нәрсе болып кеткен болса, демек ол дәл солай болар еді деген сөз. Өйткені бұл дүниедегінің бәрі қалай болу керек болса, дәл солай болып өтеді. Кісі өзінің ақыл-ойы шектеулі және әлсіз болғандықтан, әрдайым өмірінде болып жатқан оқиғаларға дұрыс баға бере алмайды. Және кейде оған жамандық болып көрінген нәрсе шындығында ол үшін ұлы жақсылық болып қалуы мүмкін екендігін еске алып жүр. Өмірге оң көзқараспен қара және бізді сақтаушы, қорғаушы, кешіруші, сүюші,
қамтамасыз етуші, түзу жолда жүргізуші және бізге шексіз жақсылықтарды беруші, жәрдем беруші, жақсылық жасаушы, жақсылық қалаушы жаратқанға ғана тәуекел ет. Мұңайма, егер сен кедей болсаң, онда басқа біреулердің аштықтан өлім алдында жатқанын, не қарызға батып төлей алмай айласы құрып тұрғанын еске ал. Мұңайма, егер сенің көлігің жоқ болса, онда сен басқа біреуді басарға аяғы да жоқ екенін еске ал. Мұңайма, егер сен ауырып жатсаң, біреулердің көп жылдан бері төсектен еш тұра алмай жатқанын еске ал. Мұңайма, егер сен жақын адамыңнан айырылған болсаң, біреулердің бір мезгілде бірнеше бауырынан, тіпті бүтіндей отбасынан айырылып қалғанын еске ал. Мұңайма, өйткені сен Аллаға, оның пайғамбарына, оның періштелеріне, қиямет күніне және жамандық пен жақсылық тағдырмен белгіленгеніне иман келтірген мұсылмансың. Ал енді қаншама адамдар Аллаға иман келтірмей, пайғамбарларды өтірікшілер деп, түсірілген қасиетті кітаптарды келемеждеп, қиямет күнін және тағдырды жоққа шығарам деп тентіреп жүр. Мұңайма, егер барлық адамдар жиналып алып, саған қандай да бір жақсылық жасағысы келсе де, олар Алла тағдырыңа жазғандай ғана жақсылық жасай алады. Ал енді егер олар жиналып алып, саған зиян тигізгілері келсе, олар Алла тағдырыңа жазғандай ғана зиян келтіре алады. Өйткені қалам көтерілген, сиясы кепкен деген хадисті еске ал. Мұңайма, өйткені қайғы-мұң жоғалған нәрсені қайта орнына қоймайды, уақытты қайта артқа жылжытпайды, өліні тірілте алмайды, тағдырыңа жазылған нәрсені артқа қайтара алмайды және еш пайда бермейді. Мұңайма, өйткені өзіңнің қайғы-мұңың және көңілсізденуіңнен сен шайтанды қуантасың. Мұңайма, біз пайғамбардан саллаллаху алейхи уассаламнан үлгі алуымыз керек емес пе? Оған Алла тағала мұңаймауға үкім қылған. Біз сенің көкірегіңді ашып кеңітпедік пе? Мойныңдағы ауыр жүкті жеңілдетпедік пе? Беліңді қайыстырған ауыр жүкті жеңілдетпедік пе? Сондай-ақ есіміңді мақтаулы етіп, мәртебеңді көтермедік пе? Демек, әрбір қиындықпен бірге сөзсіз жеңілдік бар. Иә, рас, әрбір қиындықпен бірге жеңілдік бар. Ендеше бір істі бітірген соң, бірден басқа іске кіріс. Сондай-ақ қандай іспен айналыссаң да, әрдайым Раббыңа, оның разылығына қарай ұмтыл. Мұңайма, өйткені қайғы-мұң жан ауруының, пұшаймандықтың және денсаулықтың нашарлауының негізгі себебі. Мұңайма, сенде Құранның және Алланы еске алуың, оған дұғамен жалбарынуың немесе намазың, садақаларың және жақсы істерді жасауға мүмкіншіліктерің бар емес пе? Мұңайма, егер сен шынымен қайғыға ұшыраған болсаң, онда қолдарыңды түсірме, бекершілікке және уайымға берілме, бос және әрекетсіз болма. Керісінше іске ынты-шынтаңмен кіріс те, пайдалы нәрсемен шұғылдан. Намаз оқы, кітап оқы, жазу жаз, саяхатқа шық, қонаққа бар, үйіңді дұрыста, басқаларға жәрдем ет. Мұңайма, өйткені сенің жағдайыңдағы барлық нәрселер жақсылық. Иманды адамның ахуалы қандай таңғаларлық, оның барлық ахуалдары ол үшін жақсылық және бұл имандыдан басқа ешкімге нәсіп болған емес. Егер қандай да бір жақсылық болса, ол Аллаға шүкір қылады, және бұл ол үшін жақсылық болады. Ал енді егер оған бәле келетін болса, ол сабырлылық танытады, және бұл дағы ол үшін жақсылық болады. Мұңайма, өйткені Алла тағала сабырлы және иманды кісіге ұлы сыйлықтарды уәде қылған. Алла оларды сол күннің кесапатынан сақтайды, һәм оларды жүздері бал-бұл жанған, шат-шадыман күйде қабылдайды. Сабыр еткен үшін оларға жәннатты нәсіп етіп, кіл сусылдаған жібек киімдер кигізеді.
жұмақта салтанатты орындықтарға шалқая түсіп жайғасып отырады. Бұдан былай олар онда күннің аптап ыстығын да, бет қарыған аязды да көрмейді. Оларға жәннат бақшаларындағы ағаштар саясын түсіреді және шоқ-шоқ жемістері қол созым жерде тұнып тұрады. Олардың маңынан айналсоқтап шықпайтын жұма қызметшілері оларға күміс ыдыстар және мөп-мөлдір қадақтармен зыр жүгіріп алуан түрлі сусындар тасиды. Мөп-мөлдір күміс қадақтармен сусындар тасиды. Ішетін сусындарының түрі мен мөлшерін өздері белгілейді. Оларға зәнжабил қатылған сусынға толы қадақтарды сол күннің кесапатынан сақтайды. Һәм оларды жүздері балбұл жанған шат-шадыман күйде қабылдайды. Сабыр еткені үшін оларға жәннатты нәсіп етіп, кіл сусылдаған жібек киімінен айналсоқтап шықпай қызмет етеді. Оларды көргеніңде жан-жаққа шашылған інжу екен деп ойлап қаласың. Қай жаққа қарасаң да қиял жетпес нығметтер мен зор сән салтанат көресің. Олар үстіне үлбіреген жасыл жібек пен атластан киім киіп, сәнді күміс білезіктер тағынады. Раббылары оларға тап-таза шарап ішкізіп, ерекше сый көрсетеді. Міне мұның бәрі сендерге арналған сый-сияпат. Осылайша дүниедегі ерен еңбектерің ақталды. Мұңайма, қабағы қатулана түскен қара бұлттар, қаптаған қара түн, жап-жаңа жарық күнмен ауысқаны сияқты қара бұлттар таралып, күн ашылып жатқанын қанша мәрте көрдің ғой, шын ба? Сондай-ақ саған келген сынақтар мен қиыншылықтар да кетеді. Бәлелердің орнына нағыз жақсылықтар келеді. Мұңайма, егер сен күнә жасасаң, тәубе жаса, жаратқаннан кешірім сұра. Егер сен бір жаман іс жасаған болсаң, Алладан кешірім сұра. Егер сен қате жіберсең, оны дұрыста. Тәубе есіктері ашық. Жаратушы мейірімді және қайырымды. Кешірім беріледі, дұғалар қабыл болады. Мұңайма, бәле кесапаттардың және сынақтардың ең кемінде 3 ғибраты бар. Сабырлы болу, дұға қылып Аллаға жалбарыну және құтылуды күту. Мұңайма, әлбетте қайғы-мұң ұйқысыздықтан, жүйкенің жұқаруынан және уайымнан басқа еш нәрсе алып келмейді. Мұңайма, әрдайым жаман жағдайдан шығудың жолы бар. Жеңілдік келеді, құтылу келеді. Алла тағала өзінің ақ ниетті құлдарын жәрдемсіз және қолдаусыз қалдырмайды. Мұңайма, жақсылықтан үміт етіп, ешқашан өлмейтін Аллаға тәуекел ет. Мұңайма, Алланың мейірімінен үмітіңді үзбе, оған қорқумен, үмітпен жалбарын. Оның ризалығына және сыйлығына ұмтыл. Сонда сен екі дүниеде де бақыт табасың. Мұңайма, жақсылық жаса, басқаларға үлгі бол және ауыр сынақтарға тап болғанда сабырлылық пен табандылық көрсеткендерге қара. Мұңайма, бақыт жақын, әрдайым бақытты болуға болады. Мұңайма, бәрі орнына келеді. Бұл дүниедегі өмір бейне бір құбылмалы ауа райындай әрдайым өзгеріп тұрады. Егер де бүгін бізде қиыншылық болып жатса, ертең жақсы болатынынан үміт бар. Шынымен де өткен кездер туралы ойланатын болсақ, бәлкім қазіргіден де қиынырақ уақыттар болып өткенін еске түсіре аламыз. Айналамыздағы кісілерге қарайтын болсақ, олардың көпшілігінің өмірлері біздікінен де қиынырақ өткен болуы мүмкін.